Жайық өзені мәселесі бойынша Жайық өзені енді елге белгілі азайып кетті, өте деңгейі күрделі азайып кетті. Сол Жайық өзеніне шлюз салу жөнінде теңіз, Каспий теңізі екібастан қашып кетті. Ол 20-30 километрге маңғыстаулықтар білет оны, атыраулықтар. Жалпы еліміз біліп жатыр ғой. Енді Каспий теңізін қалпына келтіру мүмкін емес. Сондықтан Жайық өзеніне тежеу салып, шлюзі салу жөнінде осы протоколға ендіруіміз керек, Алмасбек мырза. Одан бөлек, осы Ресей Федерациясына ренжіп жатамыз кей кезеңдерде. Су бермейді, Жайыққа су бермейді деп. Негізі суды, Жайық өзенінің суын, пресный воданы осы жерде мына Қазсушардың мекеменің басшылары жоқ, экология басшылары жоқ, соларға жолдайын деп едік. Пресный суды жалпы өндірістен ажырату Жайық өзенінің суын. Қазіргі таңда Жайық өзенінің суын өндіріске пайдаланып жатыр. Құрылысқа да, жолға да, басқаға да соның бәрін тоқтататын. Енді мындағы айтайын дегенім, Ресейге ренжиді дегеніміз, соның ішінде мына Ойыл өзені, Сағыз өзені, Жем өзені Қазақстанның ішімен жүріп жатыр. Сол Ойыл өзенінің бойында Ақтөбеден шектесетін 57 бөгет бар екен. 57 бөгет деген не сұмдық бұл? Экология министрлігі бір жылдан бері Атырау халқының ой жанашырларының әңгімесін тыңдап келатыр, қатпен итіп жатыр, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр. Су кодексі бар. Жоғары жақ, төменгі жақпен санасу керек дейді. Біз каждый адам саясатпен айналыса берсек, анархия болады. Сондықтан біздің президенттің конституциямыз бар. Еліміздің үкіметтің шығарған, парламенттің шығарған. Сондықтан заңға бағынуымыз керек. Кім болса да, ол президент болсын, ол әкім болсын, басқа болсын. Сондықтан су кодексі бойынша жоғары жақ, төменгі жақпен санасу керек. Себебі жолда ешқандай бөгет салмау керек. Ал су ең халықтың, малдың, жанның ол қорегі. Барлық байлықты бір жағына қойып, жер асты, жер үсті байлығын бір жағына қойып, суды екінші жағына қойсақ, су басып кетеді. Себебі малдың, жанның қорегі бұл. Ал енді оны бізбен сіз түземесе кім түзейді? Әркім шаруагер бөгет сала берсе, ән жерден де, мін жерден де. Төменгі жақтағы шаруагер қалай кім көреді сонда? Біз бірдей пайдалануымыз керек. Сондықтан ешкім ренжіп болмау керек бұл жерде. Екінші мәселе, Атыраудың облысының ішінде Жайықтан шығатын каналдар бар. Бұрынғы кезеңде Совет үкіметінің кезінде шөл және шөлейт жерлерді суландыру деген бағдарлама болды. Сол Совет үкіметінің кетуімен Қазақстанның егемен Қазақстан алуымен сол каналдарды қазір пайдаланып жатыр. Ол каналдар қазір енді жылда ақша бөледі, манағы тереңдету, тағы бірдеме жұмыстарында. Сол каналдарды қазіргі таңда енді су ұшады, онымен қатар жерге сіңеді, діттеген жеріне жетпейді. Қазіргі таңда енді құбырмен тартуымыз керек. Бұны да бір қаптамаға іліктіретін. Каналдардың күшін жойып. Сосын жаңағы айтқан, мына каждый монополист болып кеткен дейді. Монополист деген не ол? Жалпы монополист деген сөз, ол теріс ұғым бізде. Атырау мысалға тоқтың да қожайын монополист дейді, газдың да қожайын монополист дейді, тағы бірден судың да монополист дейді. Ол болмайтын ұғым монополист деген. Себебі барлығы мемлекеттің дүниясы, ешкім алып келген жоқ. Мысалға Ғабдуллин Ғазиз бір нәрсені әкеліп тоқты жүргізіп, мысалы халыққа тоқ беріп отқан жоқ. Олай істесем, мен монополист болам. Олай істеген жоқ себебі. Бұл коммуналдық меншік мемлекеттікі берді мысалы Ғабдуллин Ғазизге. Тоқты жүргізіп халыққа тарат деп. А бұлар келіп, өзінің жеке саясаттарын ұйымдастырып, апта сайын, ай сайын тоқты қымбатсады, не газды қымбатсады, не суды қымбатсады. Қазір мына жерде Айнұр ханым отыр, айына 2.480.000 ақша төледім дейді тоққа. Суға 2 миллион жарым бірдеме ақша төледім дейді. Не сұмдық бұл? Бұл шаруагерді, кәсіпкерді кедергі жасау жұмысына. Тікелей кедергі. Одан бөлек агрохолдинг, агрокорпорация деген мекемелерді жалпы бұлардың бәрі посредник. Мына біздің мойнымызға ілініп алған. Бұлардың бәрін жапса жауып, жаппаса мына агробанк деген жүйені қалыптастыруымыз керек. Тікелей 5%-пен қазір 17% екен кредиттің құны. 5%-ға түсіру керек бұл мәселенің бәрін.
Бұдан бөлек құжаттардың бәрін бюрократтандырмай азайту керек құжаттарды. Халық дейтін қазір мал ма, әлде құжатпен айналыса ма? Таңертең кешке дейін 24 сағат. Исакта жетпей ақында. Капельный лентін айтты, жаңа кім айналған. Сосын жем-шөп субсидиясын манағы Досмұхамбет мырзаға жолдадық. Сосын шетел азаматтары квота. Алмасбек мырза, квота жөнінде мына үлкен дауылды манағы диқаншыларға, шаруагерлерге, үй шаруаларына береді де, шетел азаматтарын қазір енді жұмысшылармен қиындық туып жатыр. Мал бағуға, мана диқан шаруашылықтарын жүргізуге. Сондықтан шетел азаматтарына квота бар екен, Атырау облысында 600 адамға. Соны көбейту жөнінде. Бұл мәселенде бір алаңдайтын мәселе. Жалпы мына атамекен палаталарының осы кәсіпкер шаруагерлердің жұмысын қадағалайтын негізі атамекен палатасы жергілікті. Осылардың жұмыс жасамағанның кесірінен біздер сосын аудан әкімдерінің жұмыс жасамаған кесірінен келіп тұрық. Мына Астананың төріне осы уәжіміз жеткізу үшін атамекен палатасын Атырау облысында, басқа аудан облыстарда да жұмысын жүргізу керек. Бұл мәселені Абылай Мырзахмет мырзаға жолдаймыз. Облысының қазіргі басшысын күні кеше жоғарыдан тағайындады. Қазір Астанадан Атыраудың халқы келіспегенмен сонда да күштеп әкеліп тағайындатып қойды. Сүйінбаев Нұрлан деген мырзаны. Олай болмайды. Мына айтқандай жергілікті халықпен бәрі тағайындалу керек. Сол жердің жұмысын білетін, ары қарай дамытатын, жүргізетін. Зато жоғарыдан тапсырманы күтпейді, өздігінің бағытымен жұмысын жасайды жергілікті жерде. Осы мәселелерді жеткізу үшін келдік ал. Рахмет. Ғазиз мырзаға рахмет.